Таз вақайлары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Истакаева Челышам, хайырлы ақшамлар. Қырымға коронавирус инфекциясыны не ерден кетірділер? Ахмеджетте мотоцикл айдавчылары бойынша рейд кечірілді. Тәртіпні бұзғанлар чоқмы? Низамға кечірілу Ялта шәрі курорт мевсімінен насыл азырлана? Никита Небатат бақчасы не вақыт açılacak ve туристлерні не наретте қалдырacak? Қырымда Русия Федерациясының ана ясасына түзетулер көрсетілуі бойынша рей берулеріне азырлық башланды. Бұл ақта ВКонтакте ичтимаи ағындаки сәйфесінде Жұмхуриятымыздың башы білдірді. Сергей Аксенов қайд еткеніне көре тішкелі ішлер давамында эпосы қавсызлық чарелері бақылajak. Роспотребнадзор идаресінің талаплары бойынша кечірілежек. Ярымыда юксек азырлық режимі ясақ етілмеді веда 2 ай давамында маскаларына кимек керек. Ашлықларының 72% яқшы алды. Бұл ақта тарла күні 2020 мевзусына бағышланған конференцияда білдірді. Сергей Аксенов аграрийге қол тұту чарелері ақында тариф етті. Крыму хватит на самом деле всего, и объем государственной поддержки, я имею в виду с федерального центра, и республиканские деньги, которые выделяются. Меры поддержки остаются на том же уровне, как и в прошлом году. Более 3 миллиардов рублей выделено сегодня из федерального центра и республиканского бюджета на различные сферы деятельности сельхозпроизводителей. Жұмхуриятның вице-премьер-визірі Андрей Рюмшин білдіргеніне көре, елінің ортасында Қырым аграрийлері ашлықлар берекетіні жиып башлайжақлар. Жима техника паркы 1325 нұсқаданы барет. Оларының арасында 1249 ашлық топланған ве 76 ем топланған комбайн бар. Кечірілген есапларға көре 2020 сенесінің берекетінің жиылмасы 22 күнден 25 күнгеже девам етечек ве июльнің башында екіленечек. Қырымда сонки сутка давамында COVID-19 хасталығы 7 адамда таздықланды. 6-сы Ахмеджетте, бірі кезлевде қайт олынды. Бұл ақта күн кечірілген брифингте хабер етілді. Епісі хасталанғанлар инфекцион станционарларда болуналар. Евпаторий – это гражданин, который прибыл из Украины, находился в обсерватории с 22 мая. И по правилам обследования на 10-й сутки была подтверждена новая коронавирусная инфекция. И 6 случаев – это город Симферополь, 5 из которых работники строительной компании, это Старый Очаг. И 6-й случай города Симферополя – это гражданин, который обратился за медицинской помощью с признаками острой респираторной вирусной инфекции, также был обследован. Өз башымча құрылған иншаатларының қанунлаштырылуы ве топрақ дамарталарының реестрге қайтарылуы. Бөле меселелерінен Қырым сәкенлері онлайн шекілді Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекке мұраджат еттілер. Суаллерінің эксериеті заводской авалиманында наразылық мейдандаки топрақ ве мүлкиет мұнасибетлеріне айыт, анда өз башымча құрылған иншаатларының бір қысымы аляда қанунлаштырылмады. Легализация самостроев, то есть продление 252-го постановления, и этот вопрос сейчас решается силами Госкомнадзора, идут согласования. Я думаю, что мы в ближайшее время получим поддержку парламента Крыма. Хатырлатамыз, Қырымда 252-ші қарар бұл сене январның бірінден берле тоқтатылды. Шындықы конде норматив ұқықи акт бойынша 73 мескен евге музбет екон берілді. Қалған қанунлаштырылмаған евлерінің меселесі тезже чезілмесі үшін мебус қолындан келгені қадар тырыша. Мы договорились с людьми, что в течение недели я выйду на место, и по каждой проблеме индивидуального характера мы отработаем и, естественно, постараемся совместно с Госкомнадзором найти оптимальные законные пути решения. 39 яшлы сакені 6 яшлы қысчықны зорлап, оның намусына тұқынывда ве бұндан сон өлдірівді қабытлана. Хатырлатамыз, майысының 31-де бала бабасының берабер балық тұтмаға кетті. Анда кіші достының алкоголь ичімліклеріні ичті. Ақшамға яқын қабатланған адам баланы евгеже озғармаға істек білдірді. Июнның 1-де қысчықның жеседіні Шимали Қырым каналының түбінде таптылар. В ходе допроса злоумышленник признал свою вину в полном объеме. В рамках проведенного следственного эксперимента на местности он рассказал и показал, как совершал преступление. Баланың бабасына да қабат юкленілді. О баланы хафлы вазиетті қалдырғанында шеклене. Енді кіші де апске алынды. Тақиқат девам ете.
Қырым сыныр жылары Украина арби қызметчісіні сархош алда сынырны қанунсыз кечівінде яқаладылар. Бұ ақта Айдаренің матбуат қызметі хабер етті. Сурав кетешатында еркіші айтқанына көре сонки уч айдавамында Херсон вилаятында қызмет еткен еді. Геже вақтында сигарет алмақ үшін Севаш көйіне yol алды. Кеткенде ичкіже адамларға қошылды. Они меня позвали, я к ним пришел и начал с ними выпивать спиртное. И курили травку. И еще мне в карман. Дали, я в карман положил. Оның қайд еткеніне көре сархош алда Русия сыныры тарафына кетмеге өзі қарар алды. Бұ дәлел бойынша жинайы иш açılды. Шымда адам қанун қорчалайчыларының незаретінде болуна. Полис хадимлері екі құйымжылық түкеніне қырсыз түшкен кішіні яқаладылар. Зарарының умуми көлемі 1 миллион рублеге яқын. Қайд етілгеніне көре кіші селянин қорқызып, түкен пенжерелеріні сындырды ве алтынларына алып қачты. Sonra оларны Қырым пайтақтында сатты. Біраз вақыттан сон бұл ойынжақ пыштав олғаны анықланды, жинайетші қабатыны өз бойнына алды. Ona qarşı jinayi iş açıldı, o 10 yılga azatlıqtan mahrum etilip 1 milyon rublege para cezasını төлей. Ранее подозреваемый не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. Санкция указанной статьи за совершение нападения в целях хищения чужого имущества с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия, предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Yavaş olsa da emin adımlarının Kırım самоизоляция rejiminden çıqa. Şifahane ve atteller açıla, plajlar abadanlaştırıla, Kırım hakimiyeti de şehir konuna hazırlanıp başladı. Paytaxtımızda 3 art obyekt ve foto zonalar yerleştirildi. Mevzunun devamı bizim levhamızda. Yavaş Kırım paytaxtı самоизоляциядан çıqı başlay. Bu sokaqlarda adamlar çoqlaşqanından koruне. Endi yazlıq meydanlarda ve qavehanelerde qoqulu qave içmege ya da taze havada kezinmege imkan var. Ahmetçet hakimiyeti fal şekilde şehir konuna hazırlanıp başladı. Paytaxtın çeşitkerlerinde fotozonalar ve art obyektler yerleştirildi. Misal olarak mına bu ava topu. Bu ise en meraklı installatsiyalardan biri açıq kitap. Mında şehirnin temeli ne vakit qoyulğanı ve belli insanlarının adları yazılған. Каждый желающий может прийти, посмотреть, может найдет своего друга, родственника или кого-то еще. Şehir memuriyeti iyunun 5'inde şerif taxtasını da açmağa niyetleni. İyunun 6'sında ise Ahmetçet sakinlerini ve musafirlerini bayram salutu bekley. Остальные мероприятия они будут проведены у нас в онлайн-формате. Можно будет тем, кому интересно, зайти на сайт администрации, пойти по ссылке и ознакомиться с теми мероприятиями, которые будут у нас там проведены. То есть это будут интереснейшие экскурсии, будут поздравления руководства города. Yarmada küçük ama emin adımlarının kurort mevsimine hazırlanıp başlay. Endi iyunun 15'inden hepsi şifahaneler ve oteller Kırımlılarını kabul etip olacaklar. Bu iş 3 basamakta geçirilecek. İlk evveliyatı bir лицензиясы olğan müesseseler açılacak. Cumhuriyetimizin plajları da abadanlaştırıla. Fatime Sedametova, Sevilla Memetova, Ervin Emiraliyev, Millet için. Suriyat arttırılığı mesafe kaldırılmağını ve diğer yol kaydelerine riayet etilmegeni. Bu bozuvlar olmaması için GİBDD idaresinin hadimleri mototsiklist adlı reyd geçirdiler. Teşkirivge bizi muhbirlerimiz de barıp yettiler. Mototsiklist adlı reydinin serlevası tımsal taşı GİBDD ekipajları paytaxtımızda en çok araba ve adamlar toplanğan yerlerde patrullik eteyler. Bu Moskальцо, Гуйбышево, Советская meydanları ve elbette merkezi pazar. Безусловно, эта операция полезна, потому что главная цель, как я уже говорил, это предотвратить происшествия, то есть беречь жизни наших людей. Inspektor arabalar akımından moto nakliyetinin aydavcısını kaçırmay. Стандарт şekilde şahidetname, sigorta ve номерлар teşkirili. Aydavcının hem vesikaları hem de kiyimleri her şey doğru. Правила – это права. Все. Кто получил права, тот должен, обязан ездить по правилам. Yerli sakin Alexander tecrübeli aydavcı. O kaydelerini bozmay başka adamlarga da böyle tavsiyeler veriyor.
Вы знаете, на мотоцикле нельзя по-другому ездить, потому что если ты не соблюдаешь на мотоцикле, а все остальные соблюдают, ты обязательно попадешь в аварию. Қазалар seviyesini eksiltmek, эпос айдавчыларның ve пиаделерінің қапсызлығыны тәмин etmek. Мотоциклист адлы профилактик рейдні бүтін жумхуретте кечерелер. В основной своей массе это законопослушные водители, которые четко выполняют правила дорожного движения. Ну, к сожалению, бывают отдельные эпизоды, которые мы и выявляем. Нарушителя обнаружили в Белогорске. 53-летний местный житель ездил на мопеде без прав. Говорит, что не знал об их необходимости. Охраняйте управление транспортным средством, и в отношении вас будет составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Понятно? Да. Хайдылер бозыжыны Қарасу базарда таптылар. 53 яшлы ерлі сәкен шаадет намесіз мопед айдайды. Оның айтқанына көре, весихаларының зарурлығы ақында хабер yok еді. Профилактик рейдлерні июньнің 6-сына же кечережеклер. София Шукурова, Диана Бекмамбетова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Июньнің 15-інде Қырым шифаханелері ве пансионатлары бірінжер атланмаға келгенлеріні қабул етмеге азыр. Қырым туризмнің пайтақты курорт мевсіміне насыл азырланғаны ақында біз зімлевхамызда. Ялта Қырымның туристик пайтақты мұнда меркези ялы кенаранда мевсімінде невелке сон азырлықлар кете газон пұтала. Кемлерінің еске боясының қырып, ананеви олған қаралы биязлы түслерге боялар. Жерні рекламадан тімізлейлер, бөле денішмелеріні ерлі сәкенлерде көрелер. Да, город начал оживать, выходит больше людей. Очень приятно теперь здесь гулять. Чаще хочется ходить на улицу. Туристикні қабул етмеге Ялтаның 89 ғалькаве құм пляжлары азырлана. Поскольку уже целый ряд послаблений режима самоизоляции, все наши объекты в активной фазе. Шифахане курорт комплекслері де çalışып башлайжақ. Бұл үш басамақта олajaq. Біріншісі июньнің 15-інде башлана. Гаспра қасабасының шифаханеселерінден бірі мұсафирлеріні қабул етмектен евел косметик тамират кечеді. Әлбетте епсі қавсызлық черелері бақыла, бинаның кірішінде мечбури дезинфекция yapıла. Это наш обеденный зал. Здесь произведена генеральная уборка, и мы готовы к приему гостей. Енді қабул етілгенлерінің сайысы бір қач кереге аз жаулajaq бөлі етіп, 500 ратланған адамдан шифахане ерлеріні бір қач кереге ексілтежек. Ama bu problem değil de пайтақ адимлер. Енан ясасы еш девам етмекте. 2020 год для нашей здравницы символический. 65 лет назад он принял первых отдыхающих. И сейчас полным ходом идет подготовка к курортному сезону. Мы надеемся, что отдыхающие к нам поедут. Постараемся сделать отдых комфортным, хорошим. Готовится коечный фонд, благоустраивается пляж, парковая зона, инфраструктура. Çalışmaға азыр олғанлары ақта енді 40-тан зияде шифаханен ребейрі естек белдірді. Іштеркібі еркес үшін тахминен бір, башта қызметшілер келе, соң мұсафырлер шифаханелері сменаның соңына же терк етмеге мүмкін дегіл. Бір ерлік ве айлеви номерлер бар. Ерде месафе қалдырмақ керек. Шымдылық ярмадада тек Қырым сәкенлері ратланы пылajaqlar. Элмасы Блакимова, Арсен Фукала, Миллет үшін. Жав жүрек койының сәкенлері yolda пиаделер үшін кечет ерлері олмағанына шикайет етелер. Бір ел евелсі құрылған меркези соқақта машиналар yüksek сүрятнен кечелер. Сәкенлердің меселесі ақында тәфсилатлы жәневбетті келевхамызда. Очень страшно ходить, потому что дорога очень узкая, тротуаров нету. И дети бедные не могут выйти, не перейти дорогу, не пройти по дороге. Очень опасно. Жав жүрек көйінің сәкенлері шикайет етелер. Бір ел евелсі оларының көйінде яны ел құрылған еді. Оның ұзынлығы 10 километрін тішкелеті, ama сүрят арттырылуына сынырланған işaretler қойылмаған. Хенді елні кечмек хавсызлы олып қалды. Юк ве енгіл машиналарының айдавчылары әркун айванларыны басалар. Адамлар өз баллары үшін раtsızланалар. Фатиме Ибрагимова жав жүрек көйінде 90-ncı senesinden берли яшай. Onun evi yolunun çetinde yerleşi. Kadın айтқанына көре, yük машиналарының ғұрылтысы себебінден gece yoklamağa çare yok dey. А сейчас вот это начнется курортный сезон, море. Будут приезжать все на своих машинах, это здесь вообще будет бардак. Будет, да. Ни ограничений, ничего. За детей страшно. За детей страшно.
Юлия Леонова қалдырым олмағанына шикайет етті. Оэр күн баласынен түкенға барам. Қалдырым олмағаны себебінден зорлықлар пейда ола. Очень страшно. Просто ездят, я же говорю, грузовые машины, они возят стройматериалы сейчас. Все, Катюшка, сейчас. И, как сказать, они ездят на такой скорости, они же не едут 40 километров в час или 60, сколько положено в населенных пунктах. Они несутся где-то, наверное, 90-100 километров. Болғанақ қойының мемориеті Джумхуриетінің араба yollar қызметінің қарарларыны беклей. Эта проблема нас очень беспокоит, и мы согласны с жителями. Министерство транспорта приезжали по тем нашим проблемам, что были установлены пешеходные переходы, было, значит, знаки ограничения поставить и вообще закрыть для большегрузных таких, потому что это, я считаю, дорога не предназначена для таких тяжелогрузных машин, которые двигаются в этом направлении. Джумхуриетіміздегі араба yollar қызметінің қадемлері бұл hafta devamında сурят сценарийчи ишаретлерін ерлештірмеге сөз берділер. Единственное, мы дополнительные знаки поставим, чтобы со всех прилегающих территорий, грубо говоря, все участники дорожного движения были проинформированы об ограничении скорости движения. Тротуары, дело в том, что на данном участке автомобильной дороги изначально не были предусмотрены тротуары, соответственно, в ремонте их и, соответственно, не было, они не были восстановлены. Необходимость тротуаров муниципалитет должен определиться самостоятельно. Тезден адамлар yolunu korkmazdan geçebilecekler. Hepsi şikayetler bu hafta devamında bakılacak. Sefer Şukurova, Muhammed Zikiriyaev, Hasan İbrahimov, Рафаэль Вахидов. Millet için. Крым Сакина Агния Дверная «Дети России» Экобин Егором адлы фото ярышында Галибе Казанды девочка с куклой матанкой адлы ресым Тышкели комитетінің махсус мүкафатына алды. Фотода қышчық Украин милли урбада. Кейім халқар дослығы еві угунды Радоница адлы фольклор ансамблінің ребері Алена Полетневаның коллекциясындан. Қыз бұ тақымның іштіракчысы ола. Когда мы отправили фотографию на конкурс, я очень сильно переживала. Мне победить помогли ансамбль «Радоница». И когда я выиграла, я очень сильно обрадовалась и закричала от счастья. А какой подарок? Экшн-камера. Фотоконкурсын тешкилетчилары национальный акцент атлы бутон Руси интернет-нешриятының муаририеті ола. Лихада бутон мемлекетімізден 130-дан зияде бала іштірак етті. Бұ аман-аман 300 кенжінің фотоларыдар. Было очень приятно, что победила фотография именно в номинации «Самый лучший аутентичный костюм». То есть то, что мы сохраняем традиции, наш ансамбль сохраняет, передает традиции, и это воплотилось в этом конкурсе и в этой фотографии. И было приятно, что именно это было отмечено. Бұл мүкафат Радоница ансамблі сонки вақыт қазанған екене Галибе Дегіл. Звени Бандура адлы Бутун Русия ярышында кенжелер группасы бірінші ерге, бұйыклер есе екінші ерге наил олдылар. Мы великий артист адлы халыққара ярышта есе ансамбль бірінші дәрежеде лауреат унванына қазанды. Никита Небатат бақчасында юзлерде қоқылы гуль вени люфер чечеклері açты. Бойле шекілді женюбе ялы мұсафірлеріні қабыл етмеге азырлана. Иының бешінде бақча зияретчілер üçün қапыларына açмаға ниетлене. Біздің телевизион группамыз бұтын дүнияда белі олған дындыра рейде болынды. Күнешлі Ялтадан Эльмас Аблакимованың левхасы. Без қырмызы сары Никита Небатат бақчасында нелюферлер açты. Оларны нимфе, яны су чечегі сарып алды, бақанларны давышлары яваштан ешітіле. Нелюферлер арасында ең қиметлерінден бірі миниатюр ве açық қырмызы төслі Baby Red ве хойы қырмызы Black Princess адлы чешетлері бар. Цветок удивительной красоты, и сейчас в этом водоеме цветет одновременно 25 сортов. В этом году у нас как никогда расцвело самое большое количество кувшинок. Никита бақчасының су өсімліклері да 5 күн қадар адамларны қувандырacak. Оларның янындаки паркта танылған қыраличе гүл чечегі açмаға девам ете. Табиат әленен тоқылған ренклер келейін. Бінлерже сорт ренклер қарышмасы весізге еткізіле білмеген қоқулар чечеклерінің чешетлерінен көз қамаша. Санки табиат өзі зеречелеріні қабыл етмеге азыр. Июнен 5-інде Небатат бақчасыны açмаға планлаштыралар. Русияда Сильвия Илим везерлігінің ве Қырым Жұмхуриеті елбашчысының емірлеріне есесланып, Небатат бақчаның мемориеті парклар açылуы ақында емір азырлады. Тезден çalışып башлайжамыз.
Шымдылык эсе бақчада виртуаль шекелде кезінмеге мүмкін, бөлі етіп лабораторияға везеретчілер үшін қапалы бөліклерге кермеге мүмкін. Анда сонки 5 ел девамында селекцияның ирешмелері ақында тариф етелер. 2014 сенесінден берлі Никита лабораториялары яны донатмаларының çalışауыны Русия ilmi фонды айырған 700 миллион рублелік грант параларына сатын алдылар. Грант был получен по 4 направлениям. Это биоинженерия, биотехнология, генофондовые, коллекции плодовые и коллекции цветочных и ароматических культур. Бөле етіп, мисал үшін Русия ilmi фондының параларына гүллердің уникаль чешетлері чықарылды. Оларның кележек сене яны Розарейде көрмеге мүмкін олacak. Elmas Iblakimova, Arsen Fukala, Millet үшін. Бүгінге bu епісі хаберлер Millet телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.